Осымен өкінішке орай бәрі бітті. Барлықтарыңыз, менікі дұрыс емес деп жатсыздар, менікі дұрыс емес шығар, биде тұрған не бар деп жүріп қой, енді болмашы нәрседен. Мен құр жатқан жоқпын, жазып жатсыздар ғой, жата берме, бірдеңе істе, мен әрекетін жасап жатырмын. Барлық жерден блокқа тығып тастаған, номер өшіріп тастаған, үйіне кіре алмай жатырмын. Енді жаңа бір кіріп, енді өзім кешірім сұрап тағы да не істеп жатсам, білмеймін, басқа не істеу керек. Өздеріңіз енді көресіздер енді. Басқа ештеңе істегім келіп тұрған жоқ. Сен тоқташы, неме адам бәрі болмайтын нәрсені речь айтсын. Қайырлы күн, қалайсыздар ағайын бауырлар, амансыздар ма? Күндеріңіз сәтті өтсін. Сториске шықпаған ұят болар. Кешегі жағдайды көргенсіз шығарсыздар, енді көрдіңіздер ғой. Біреуіңіз даттап жатсыздар, біреуіңіз қолдап жатсыздар, біреуіңіз ақыл айтып жатсыздар. Дұрыс ол сіздердікі. Бізді көтеретін де халық, түсіретін де халық, мен оны ұмытпаймын. Қарапайымдылығым шүкір, мен қарапайымдылықты ешқашан ұмытпаймын. Тәкаппарлық деген маған ешқашан ұнамайды. Сол үшін енді тірі адам тіршілігін жасау керек. Біраз шаруалар бар, сол шаруаларды бітірейін. Қалғанын көре жатамыз, бүгін не болатынын. Так, жақсы менде. Рахмет сіздерге. Ал қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Мен жоғалтып алдыңыздар ма? Мен дейтін бүгін таңертең қатты ауырып прям. Қазір енді больницаға барып жатырмын қарауға. Сол тағы бір-екі жұмыстарымды бітіріп қайтуге келетін боламын. Дымға желанием жоқ, дымға настроением жоқ. В общем, солай жүрмін. Сіздер не істеп жатсыздар?